Саламатсыздар ма? Көптің сұрағы бойынша грин картаға қалай өтінім беретіні туралы қазір видео түсірем. Мен бұған дейін 2020 жылы грин картаға отбасымызбен тапсырып, 21 жылы әйелімнің атынан ұтыс шығып, 22 жылы Америкаға балаларымыз көшіп келген. Барлығын өзім істедім, ешқандай компаниялардың, фирмалардың көмегін жүгінген жоқ, сондықтан өз тәжірибемен бөлісе кетейін. Google'дан табылмай айтсаңыздар dvprogram.state.gov.kz сайтына кіресіздер. Кірген соң осындай парақша ашылады. Ең астына таман жасылмен begin and try деген кнопка шығады. Соны басасыздар бір рет. Әріптерді енгізіп шығасыздар. Барлығы интернетіңіз жақсы болса, интернет сайт істеп тұрса, барлығы үлкен әріппен жазылу керек. Мысалға мен өзімнің атымды жазайын. Сериков Жасулан. Ескере кетейік, ең маңызды көбісі осы жерден қателік жіберіп қояды. No middle name деп қоямыз. Өйткені бізге тек ат, фамилиямызды және атымызды жазу керекпіз. No middle name деген жерге өтірі қойып, біз қазақтардан middle name деген жоқ, кейбіреулер әкесінің атын жазып қояды. Ол үлкен қате. Ұтып алған жағдайдың өзінде осыны толтырғандар кейін оларға берілмей қояды. Жынысы жігіт, ер кісі деп жазамыз. Туған күні Америкада 1 ай жазылады. Мысалға мен 4 айда 16-сы 1986 жылы дүниеге келдім. Келесі сұрақ, туған қалаңыз. Бұл жерде ең өте қатты мән беру керек. Тұс бөлім, 4-ші бөлім, туған қалаңызды жазу керек. Бұл туған қалаңызды деген бір жалпы сұрақ емес. Бұл жерде туу туралы куәлікпен сәйкес келу керек. Сондықтан туу туралы куәлікте Қызылорда деп тұр ма, Арал деп тұр ма, Байқоңыр деп тұр ма, соны нақты қарау керек, соны бірдей қылып жазу керек. Ары қарай 5-ші сұрақ. Қазақстан. 6-шы сұрақ. Автомат түрде Қазақстан грин картаға қатысуға мүмкіндігі бар мемлекеттердің қатарында болғандықтан осындай естерген өзі белгілі тұрады. Одан кейін сурет. Суретті талаптарға сай болу керек. Ол туралы кейін бөлек видео жазармын. Мысалға, мына суретімді қазір мен тексеріп көрейін. Қабылдай ма? Қабылдапты. Бұл мысал ретінде жіберіп тұрмын. Мен негізі басқаша жазылып отырған дегенмін. Optional деген 8-ші сұрақтың A деген пунктінде optional өзіңіз білесіз, сондықтан біз төменнен бастайық. Мысалға менің айтайын адресім, мысалға айтайық 31-ші Нұрорда көшесі деп қалдырайын. Сосын пәтеріміз APT 3 салайын. Ары қарай тұрғылықты қаласы, облыс жазамыз бұл жерге. Қызылорда регион. Зип-код 92. Мен американский жазып отырмын. Зип-код деген біздің индекс 120.30 деп жазылайық әзірге. Өйткені әр жерде қай мемлекет ол? Бұл Қазақстан әрине. Қызылорда Қазақстанда орналасқан. Қазір қай мемлекет тұрасыз дейді Қазақстан. Егер де біреу Өзбекстанда, немесе Ресейде, немесе Америка тұратын болса, ол жерге қазір тұрып жатқан мемлекеттің несін атын жазу керек. Телефон номерін өздеріңіз білесіз, жазбасаңыздар, мен жерге жазба кетейін. Жазатын болсаңыздар, плюспен жаза кетесіздер. Email адрес, мысалға email деген айтайық, бір өтірік email жаза салайын. Ары қарай 12-ші сұрақта emailға өте дұрыстап қараңыздар. Қате кетсе, не кодтарыңызды ұмытып қалсаңыздар, қалпына келтіру мүмкін емес. Сондықтан қатесіз мұқият жазуды бағалап отырыңыздар. 12-ші сұрақ, сіздің білім деңгейіңіз. Тек қана 11-ші сынып бітірсеңіздер, мынаны high school'да белгілесіздер. Менде магистр деңгейі бар, диплом, сондықтан осыны белгілеймін. Келесі сұрақ. What is your current marital status? Сіздің қазіргі жағдай некедесіз ба дейді. Я мен некедемін, әйелім Америка азаматы емес дегенді not деп тұр ғой міне. Осыны белгілейміз. Басым көпшілігіне осы, үйленбеген болса осыны белгілейді. Мен қазір енді өтіктен жазып жатырмын, сондықтан бұл мен система кейін алып тастау керек. Неше балаңыз бар дейді. Менде 4 балам бар, бірақ сіздерге түсінікті болсын деп бір бала деп көрсетейін. Түсінікті болсын деп. Келесі сұрақ, сіздің әйеліңіздің аты жөні. Фамилиясы мысалға Серикова дейік. Жақсыгүл дейік.
оғанда да no middle name белгілейміз. Туған жылы өтіріктен жазып кетейін. Мысалға 12 ай 12-сі 1986 дей салайық. Жынысы әйел кісі, туған қаласы туу туралы куәлігінде оның ITK-B деп тұр. Сонда ITK-B деп өзгертіп қалдырамыз. Туған мемлекеті Қазақстан. Суретін таңдай. Соны суретті мен әзірге сол бұл үлгі болғаннан кейін өзім суретін қоя салайын. Негізі әйеліңіздің суреті жазылу керек. Бірінші балаңыз жазыңыз дейді. Мысалға мен қайтадан өтіріктен жаза салайын. Түсінікті болсын деп Сериков. Мысалға Жасұлан деп қайтып өзім жаза салайын. Қайтадан осы жерге no middle name белгілейміз. Туған күнін ойдан құрастырайық. Мысалға 28-ші 2010 жыл дей салайық. Еркісі келесі сұрақ қайда туған? Қызылорда. Мысалға айтайық, Қызылорда емес, Алматы дейік. Ол бала Алматы немесе Астана қаласына туылды дейді. Туу туралы куәлігімен бірдей болу керек. Мемлекеті Қазақстан. Оның суретін қоямыз. Қайтадан менің суретімді белгілейміз. Бір қарап шығамыз. Қате жоқ па деп бір қарап шығасыздар. Суреттері дұрыс келді ма, аты жөні дұрыс па, туған қаласы дұрыс па, туу туралы куәлікпен бірдей болу керек. Мына жерде қате кеткен екен. Айды 12-ші ай деп көрсетейік. Америкада бірінші ай жазылады, одан кейін күн жазылады, одан кейін жыл жазылады. Міне бір қарап шығамыз. Менің Сериков Жасұлан, еркісі сәуір айының 16-сына туғанмын. Қызылорда қаласында туғанмын. Мен Қазақстан Республикасында туғанмын. 7-ге суретіңіз. Мен адресім мысалға 31-ші үй Нұрорда көшесінде 3-ші пәтерде тұрам деп көрсеттім. Қызылорда қаласы, Қазақстан, индекс және ары қарай келесі сұрақ. Қазақстанда тудым. Қазір тұрам. Email адрес. Мен магистр дәрежем бар, осыны белгіледім. Осын тұрмыстық жағдайын қандай, үйленгенсің ба, үйленбегенсің ба деген сияқты. Менде 4 бала бар, бірақ сіздерге түсінікті болсын деп, тез уақыт алмасын деп 1 бала деп жаздым. Әйелінің аты жөні мысалға өтіріктен жаза салдым. Туған күні әйелінің, жынысы, туған қаласы, туу туралы куәлік бойынша қай мемлекетте туды? Қазақстан Республикасынан туды. Суреті ары қарай балалардың данныйлары. Мен де өтіріктен жаздым, түсінікті болсын деп, Сериков Жасұлан деп. Желтоқсан айының 12-сіне туды дей салдым да, еркісі Алматы қаласында туды, Қазақстанда. Сөйтіп барамыз да сабмит басамыз. Міне осылай шығады. Айтпақшы, осыны сабмит баспай тұрып, бүкіл парақшаны жаңағы скриншоттап немесе сақтап алуды ұсынам. Өйткені кейін қалай толтырдым деп қарап отыруға керек болады. Міне, дәл осы парақшаны сіз сақтап қойсыз. Сізге ең маңыздысы confirmation number деген фамилияның астындағы осы номер керек. Осы бойынша май айында келесі жылы тексересіздер. Яғни тез сақтап қою үшін принт бассаңыздар болады. Принтті басып, принтердің орнына PDF деген бар. PDF қылып сақтасақ болады екен. Сақталды. Келесіде іздеген кезде осыны қайта тап қоямыз. Сұрақтар болса жазыңыздар, Green Card'а тапсырам деушілерге жіберіңіздер. Осы видеоны қолдап, лайк басып, астына пікір жазып, әркім өзінің тәжірибесімен бөліссе. Сәттілік тілеймін. Кім тапсырды, сол мүмкіндігінше ұтып алып Американың жеріне көшіп келуге сәттілік тілеймін. Келесі видеоны күтіңіздер. Рахмет.